Шоу-бизнес әлемінде жылдам ақпарат тарады, барша көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армағыздар, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Бір уақытта екі әйелім болды. Танымал актер шулы сырын алғаш рет ашты. Бір уақытта екі әйелі болған. Белгілі актер, КВН ойыншысы және де блогер Дәурен Айдаркулов танымал подкастына қатысып, көпшіліктің қызу талқысына түскен көп әйелділік тақырыбын өзінің өміріменен байланыстырып отырып бөлісті деп жазады өзгеріс.инфо. Сұхбатта Айдаркулов өміріндегі бір уақыттың ішінде екі әйелменен қатар үйлі болғандығын мойындады. Ол бірінші әйеліменен ресми некеде болса, екіншісіменен діни неке арқылы байланысқан. Актердің айтуынша, екінші жарыменен ол фильм түсірілім кезінде танысқан. Сол кезде оның отбасында 3 баласы бар. Заңды некедегі ер азамат еді. Екінші неке құрғаннан кейін ғана бірінші әйеліне бұл туралы айтқандығын жеткізді. Алдын ала ескертіп, болашақта ондай қадамға бару мүмкін екендігін ашық айтсаң, өзің де отбасыңда жеңілірек қабылдар екен. Мен ондайды жасамадым. Өзім де екінші рет үйленемін деп ойламадым. Сол үшін өзімді кінәлаймын. Өйткені бірінші жарым маған толық сенді, деді ол. Сұхбат ол депутат Абзал Құсановтың Қазақстандағы көп әйелділік заңдастыру туралы ұсынысында да пікірін білдірді. Бір депутаттың көп әйелділікті заңдастыруға қатысты ұсынысын естігенмін. Оның да өзіндік уәждері бар сияқты. Өйткені ондай жағдайлар онсыз да бар. Әсіресе жағдай жақсы адамдар арасында. Ал ол некеден туған балалар кейбір әлеуметтік төлемдер менен құқықтардан қағылады. Осы тұрғыда ұсынысының бір жағынан әділ көрінді, дейді Айдаркулов. Еске сала кетейік, Қазақстандағы көп әйелділік заңменен тыйым салынған. Неке және де отбасы туралы кодексте 11 бабында бір адамның бір мезетте екі тіркелген некедегі болуына жол берілмейтіндігі көрсетілген. Сондай-ақ актер ер адамдардың екінші әйелі алуға бейім болатындығы туралы өз пікірін айтты. Әйелдерде әртүрлі болады. Бірі жақсы аспаз, бірі бала тәрбиесіне жақын, бірі жұмысқа бейім. Ер адам барлық қасиетті бір адамнан іздейді. Сосын жетпегеннен екінші әйелді табамын деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде мәселе екі еселенеді, деп бөлісті Айдаркулов. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.